сабақтардың тізімін дайындап қойдық. Ұйымдастыратын компанияны да таптық. Енді нақты күнін белгілеп, шақырту хаттарын тарату керек. Ендеше күнін белгілейік. Құрметті әріптестер, сіздерді жиналуымыздың тағы бір себебі бар. Мен Ақтауға кетіп барамын. 2 ай жоба бойынша сонда боламын. Ашылу салтанатына бір келіп кетемін. Сұлтан мырза, мен де сізбен бірге Ақтауға кетемін. Осындағы барлық жұмыстарды Жас мырзаға қалдырамыз. Әрине. Назым ханым, еш алаңдамаңыз. Барлық жұмысты өзіміз реттей береміз. Сол күнге келсеңіз болды. Рахмет. Осы сәтті пайдалана отырып, барлықтарыңызға алғысымды білдіргім келеді. Жоба басталған сәтте жағдайым қиын болатын. Бірақ сіздердің арқаларыңызда саботаж қалдыратынбыз. Абыроймен, қуанышпен өткізіп алайық. Олай болса, құрметті әріптестер, жиналысымыз аяқталды. Барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Бітті ме? Жиналыс бітсе мен заводқа барайын. Жас мырза, жолыңыз болсын Шоқан аға. Рахмет. Мен жүрдім, Жас мырза. Боссыздар. Рахмет. Сау болыңыз. Hoppa. Ал қыздар, мынау менің рахметім кеше көрсеткен маған көмектерің үшін. Ой, рахмет. Айтпақшы бір жігіт, бала кезінде қорқынышын жеңдің бе? Әрине жеңген. Түріне қарасаңыз жалтырап тұр ғой. Қыздар, жігіттер, қараңдар, уақыт қалай тез өтеді. Кеше ғана Аңсар мен Жасын бізге көмек сұрап келіп еді. Бүгін зауыттың ашылуына дайындалып жатырмыз. Ой, сендер енді басынан бастап жүрсіңдер ғой сол жерде. Мен айтсаңшы, жартысынан келіп қуанып жүрмін. Олай болса, қуанышыңды еселейін. Аха. Біз Әсел екеуміз той күнін белгіледік. Келесі айдың ортасында той. Құтты болсын, бақытты болыңдар. Құтты болсын. Бұйырса жігіт жолдас дайын. Дайын болғанда мен бір курстасыма уәде беріп едім, боласың деп. Ренжімеші. Ей, әзіл, сен боласың. Бәсе? Сенен басқа кім болады? Жолдас кім болады? Оны шешпедік әлі. Қарсы болмасаңыздар, қыз жолдас мен болайыншы. Өмірімде болып көрген жоқ. Иә, қарсы емеспіз. Бір шындық айтайын ба? Төртеуіңді той төрінде елестете алмай тұрмын. Білмеймін. Алатау сияқты көрінесіңдер. Қойшы бір жігіт. Иә, жоқ енді қалжыңдап жатқаным ғой. Бірақ сол тойдан маған 4 орын жазып қойыңдар. Ата-енеңмен келесің бе? Енді ол уақытта менің ұлым да қызым да болмай ма? Мен, ұлым, қызым, әйелім, төртеуміз барамыз. Әрі сендерге ұлым мен қызымды көрсетіп көрімдіктің астында қалмай ма? Мен онда барып шай қояйын. Қалған әңгімені тәтті жеп отырып айтайық. О, тоба. Мажан өзгерген не? Бұрындары сен диетадан көз ашпайтынсың. Не ол диетамен де ұрысып қалдың ба? Бүгін менде читмил. Читмил? Сүтпен болса бір читмил. Мынау саған. Рахмет. Ақтау жайында ойландың ба? Иә. Барамын деп шештім. Теңіз менің ойымды жинақтауға көмектесетін сияқты. Иә, өте дұрыс. Теңіз шешім қабылдауға жақсы көмектеседі. Осыдан қара, Ақтауда бізді тек қана сәттіліктер күтіп тұр.
соңғы кездері маған сәттілік жетіспей жүр. Және де ол жақта біраз нәрсе өзгеретін сияқты. Мен де өзгерістерді күтіп жүрмін Назым. Назым. Бола ма сен, Назым? Олай болса мен қыздар қайтып саған билет алдыра берейін. Әуежайда жолыққанша. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Не деп тұрсың, жасын? Басқа адам таңдаған екенсің. Аңсардың мазасын алма. Оған қазір онсыз да қиын. Сонда маған оңай болып жүр ғой, Ал мен саған қиын болып жүрген көрген жоқпын. Сүйіктіңмен Ақтауға кетіп бара жатырсың. Кетесің ба, тыныш қана кете бер. Қайдағы сүйіктіммен? Жасын, кіммен және қалай араласатынды өзім білем. Ал Аңсарға келетін болсақ, бір кеңседе менімен жұмыс істей алмайды екен. Сонда не үшін келді? Мен оған ойыншықпын ба? Оның барлығын мен өзім үшін емес, Аңсар үшін жасадым. Оны өзің де жақсы білесің. Түсінікті. Сонда жаңа өмір бастағың келіп тұр ғой. Аңсарсыз. Басқа адаммен, басқа қалада. Жасын, не ойлағың келсе де өзің біл. Бірақ мен тыныш өмір сүргім келеді.